Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, тез жасалынатын шоколад қосылған пирог пісіремін. Жасалу жолы өте оңай. Жасалу жолын білгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай жұмсақ болып шығады. Бізге жасау үшін шым тұз, 3 жұмыртқаны қостым. Одан кейін 1 стакан қант қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Миксерсіз венчикпен де істеуге болады, осы мен сияқты. 1 стакан айран қостым. Сосын 1 пачка ерітілген сарымай қостым. Сарымайдың орнына маргарин қоссаңыз да болады. Міне, алдын ала ерітіп алдым майды. Ұнды шамамен 2 стакандай ұн қостым. 280-300 граммдай. Оған 2 шай қасық разрыхитель қостым. Осының бәрін жақсылап араластырамыз. Әркім өз қалауынша шоколад болмаса мейіз қосады. Мен шоколад қостым. Капля шоколадын. Формамның сантиметр 25 сантиметрлік пергамент төседім. Оған тестіні құйдым. Қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп алдым. Әркімнің духовкасы әрқалай. Беті қызарғанша пісіреміз. Менің видеома ұнап жатса лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңдар жазылып кетіңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.